Ассалаумалейкум, достар, мерси. Короче, достар, мен деген Counter Strike'ты жалғастыратын боламыз ойнауды. Бүгін бізде, короче, мен осы ойынды удалить етіп тастағам, иә. Удалить етіп тастадым, өткен память тоймалып жатты енді. Сол үшін удалить етіп тастаған соң, мен осы ойында қайттан жазып, сіздерге тағы бір багтарды көрсетейін деп едім. Так, бүгін енді новая играға басамыз. Біздер бүгін боттармен ойнаймыз, зомби. Міне мына жер. Осы жерді белгілеп алыңыз. И біз деген зомбилармен ойнайтын боламыз. И бізде любой автомат тапсаңыздар болады осы жерден. Осы жерде боттармен ойнап отырмын. Зомбилер келу керек негізінде. Біздің балалар орда атып тастайды. Сосын мына зданияның үстіне мінесіздер. Осы зданияның үстіне. И сразу лестницаға көтерілесіздер. Өткен зомби сіздерді өлтіріп тастауы мүмкін. Олар. Короче, мен мына жерден өтірік көрейін дегем. Бірақ та бұл жерде, короче, болмады. Шығу керек тез-тез. Короче, осы жерде терезе бар. Терезе. Мен өлтіріп жатыр. Блин. Қазір, достар. Сложность ботовты кішкене азайтақ. Бір ботовқа айналды. Қазір, достар, мен деген жаңа боттарды бір ботқа айналдырдым. Бірақ сіздер енді көп боттармен ойнасаңыздар болады бұл. Көп оңай негізінде. Ойнап көрсеңіздер болады. Әрине. Дэдпулдың оружиесіне ұқсайды екен, комментария қалдырып кетіңіздерші. Қандай оружие ұқсайды? Атын білмеймін. Так, қазір. Осы, ойбай. Шошып кеттім ғой. Хедшот, блин. Достар, қазір мен кішкене боттарды көбейтейінші, болмайды әйтпесе. 5 ботқа көбейтейік. Или 6. Әзір. Бронежжилет киейін. Все, өзіміздікін деуім. Так, кеттік. Ана жақта 3 топ, мына жақта 3 топ. Бізде почти 6 топ. 6-6-ға бөліндік. Ана жақтан келу керек қазір. Сол үшін мына жақта абайлап тұру керек. Біздікілер тұр екен. Өздеріңізге пышақ алсаңыздар болады, терезеге шыға алмайтын адамдар болса. Қазір мен мына жерге шығам. Міне мына жерге. Секірем. Секіріп болған соң отырам. Міне осылай істеймін. Давай. Мінбей жатыр что-то. Қазір. Мен де бұрында мінген. Бірақ сіздерге көрсетуді ұмытып кеттім. Қазір. Мінбей жатыр мынау. Давай. Мен көріңіздер, сіздер де енді көп ойнасаңыздар осыны ойынды. Мен қазір енді скачу жетіп алғам. Все, міндім. Қандап. Все. Сіздер енді безопасностьтасыз. Олар бәрібір неға көтерілсе, сіздер не достанете, короче. Сіздер неғта тұра берсеңіздер болады. Ушақтар сіздер не достанете. Отыру керек бұл жерде. Ана этажға дейін жасап қойса, мына жерде секіріп, бұлай түсуге болар еді. Бірақ та, мына терезе сондай биік. Спецназа зомбиде кіре алмайды, бірақ зомби кіре алады. Олардың секретіне не бар? Қатты секрет та спецназдардан қарағанда. Так, аналар келе жатыр. Блин. Мен қалай болып қаппын ғой? Тұрсайш. Қараңыздар мен. Отырып қалса, болды өліп қалам мен. Давай, гранат алу керек еді. Міне осындай баг. И қазір мен сіздерге снайперскамен, токкамен, дробокпен де бәрін алуға болады. Достар. Міне, любой оружиені алсаңыздар болады. Любой оружиені алып, снайперскамен ток. Даже снайперскамен токкамен алсаңыздар болады. Аналар келе жатыр ма? Бар көр.
Келатыр мына. Ема. Не успею. Ай, блин. Мен өлтіріп тастады. Қазір достар. Обязательно снайперскую тапқан алам. Все. Енді аналар келе жатқанда мен снайперскую тапқанмен алам да бадақ деп бастарынан хедшот берем. Ну енді снайперскую тапқанмен кассой болмайтын шығар. Ну енді ол жақыннан қарағанда. Так, жағалам қолымызға. Ну, обязательно жағалу керек емес. Өткен сіздер. Фактоңыз да болады. О, все. Мыналарды өлтіріп тастапты. Тоқта. Біздікілер ешкілерін өлтірмепті ғой. Зато біз безопасностьтамыз. Олар бізге бәлі басу керемейді. Оларына терезеден секіріп отырып қалса, бұл жаман болар еді. Бірақ олар ұшып кетуі де мүмкін. Қарап көрейік. Атамай жатырмын. Достар, комментарда қалдырып кетіңіздерші. Өздеріңіз солай ойнайсыздар ма, ойнай алмайсыздар ма? Мен ше атпадым. Блин, мен өзім жалғыз қалыптым. Аналар бесеу ғой. Почти бесеу. Анаяқтан полибасы келеді, мынаяқтан. Яғни келеді. Мен бір оқ жіберейін. Ей, блин. Зомбилер топас болып қалған ба? Елмен топасын ба? Кетінде сатпаймышын өтті. Ема. Көні. Хедшоп. Хедшоп емес. Замедлить етсек қойсаңыздар болады. Жүрсәте. Ана терезе ашық тұрғанда, қазір атам сіздерге көрсетем. Есік ашық тұрғанда, мына жерге секіріп, бұлай түсіп, және солай выживать етсеңіздер болады. Келесі нені көрсетейін. Баг сияқты білмеймін. Өздеріңіз жазып қойдыңыздар, мен баг деп жүрмін бұны. Достарыңызбен ойнап көрсеңіздер болады. Осы жер зомбиден сақтанатын жер. Бұл екіншісі. Зомби болмаңыздар. Идеально, міне. Ступенька көтерілесіздер. Мына жерде бір не бар. Бұрыш бар, үйдің бұрыш. Мына жаққа да секірсеңіздер болады, бірақ зомби сіздерді полибасу достанет. Короче, мына жерге секіріп көріңіздер. Неға? Кет бар. Айбай, мен өлтіріп тастады. Короче, ана жерге мініп көрсеңіздер болады. Қазір мен сіздерге көрсетем. Сол жерге мініп, крышадағы нәрсені бүйтіп түсіріп, зомбилер секірсе де сіздерді не достанет, короче. Бірақ кейбір зомбилар бар, ақылды. Крышаның үстіне мініп алады да, сіздердің артыңыздан секіреді да. Блин, бізді переспаунить етіп тастапты ғой. Ана менің артынан келеді. Кет, секір. Қазір біз жаңағы жерді спамница етеміз қазір. Қазір мен бір рет выживать қалай етуге болады, соны көрсете салайын сіздерге. Мен сосын Counter-Strike ойнайын ба білмеймін. Бірақ сіздер көп лайк баспайды екенсіздер. Мен подписчиктерім жоқ вообще. Сосын мен түсіргім келмейді әше. Все, нормально. Кейбір адамдар наяқтан түсіп, нәшке, осылай нәшке түсіп, сосын ары қарай секіріп. Ол кезде зомбиді алып тастау керек, оны көру керек. Зомби сіздерді мына жерден не достанет, короче. Бірақ олардың секірістері жарты сантиметрге кетсе де, бірақ ол миллиметрге секірамайды онша. Осылай выживать етсеңіздер болады, достар. Қызық выживать етсеңіздер болады. Осы видео 10 минуттық болды. Давайте.
достар. Осы видео ұнаса лайк басамыз и арнаға